Армысыздар бауырлар. Мен сіздерге өз тарапынан алғысымды білдіргім келеді. Сіздердің қолдауларыңыздың арқасында қабылданбақ жаңа Конституцияның 9 бабының 2 тармағына сәйкес біздің әлеуметтік желіде шығарған бейне жазбаларымызға қатысты бетін бұрды. Бірақ енді тек комментариймен шектелмей, өз құқығымызды заңды түрде пайдалануды жүзеге асыру үшін қандай әрекеттерге бару керек, соны мен сіздерге көрсетемін. Сіздерге арнап жұмыстарыңызды жеңілдету үшін арыздың да үлгісін дайындап қойдым. Бар болғаны келесі әрекеттерді жасасаңыз жеткілікті. Телефонымызды жүктеген e-gov мобайлына кіргенбіз. Одан өтінішке кіріп, өтініш беру батырмасын басамыз. Әрекетті растауды рұқсат беру арқылы растаймыз. Кодекс түріне әкімшілік рәсімдік кодекс, процестік болмаса басқа батырмасын бастап таңдауды басамыз. Мемлекеттік органға Қазақстан Республикасы сотының аппаратын мемлекеттік мекемесін немесе парламентаризм институтын таңдаймыз. Мына жерге сипаттамаға мен дайындаған үлгіні қоя саласыздар. Содан кейін төмен жағына өтіп, мекен жайларыңыз жазып тұрады, қол қою және жіберуді баса саласыздар. Сонымен өтініш өтті. Енді ары қарай берген өтініштің талонын сақтап болуымыз керек. Енді осы берілген талонды сіздер үшін арнайы жасаған сайтқа енгізулеріңізді сұраймыз. Одан кейін Google-ға кіріп, Мейіркезет деген сайтқа кіресіз. Қолдау батырмасын басып, аты жөніңізді жазасыз. Қай қаладан екеніңізді таңдайсыз. Содан кейін сақтаған жерден бағана файлдан талоныңызды осы жерге жүктейсіз. Бұл бізге қанша адамның қазіргі осы бапқа өз пікірлерін білдіріп жатқанының санын анықтау үшін қажет. Білікте болайық.